Сәлеметсіңдер ме, балалар? 4-ші бөлім сәулет өнері. Сабақтың тақырыбы: Хан Шатыр ерекше ғимарат. Сабақтың мақсаты: мәтінді мәнерлеп шолып оқу, белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру. Жаңа сөздер: шебер, мастер. Өз ісінің шебері, мастер своего дела. Есте сақта айдары. Хан Шатыр Астанадағы ерекше ғимараттардың бірі. Оның күмбезі темірден, шыныдан жасалған. Ғимараттың сәулетшісі өз ісінің шебері. Жіктеу есімдігі: мен Хан Шатырға бардым. Сен Хан Шатырға бардың ба? Сіз Хан Шатырға бардыңыз ба? Ол Хан Шатырға барды ма? Оқылым. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Бұл Хан Шатыр ма? Оның ішінде не бар? Иә, бұл ең үлкен сауда орталығы, әрі ойын-сауық кешені. Онда сауда орындары, тропикалық бақтар, гүлзарлар бар. Ғимараттың қабырғасы неден жасалған? Қабырғасы темірден, шыныдан жасалған. Іші жарық. Жүр көрейік. Жазылым: суретке қарап, сөйлемді толықтыр. Астана әсем қала. Хан Шатыр Астанадағы ең әдемі ғимарат. Оның қабырғасы темір мен шыныдан жасалған. Хан Шатырдың ішінде тропикалық бақтар, гүлзарлар бар. Суретке қара. Қай ғимарат ерекше ұнайды? Сипаттап жаз. Кері байланыс: Хан Шатыр қандай сәулет өнеріне жатады? Хан Шатыр қандай орталық? Хан Шатырдың жобасын кім жасаған? Бағдаршам әдісімен өзін-өзі бағалау. Қызыл түс: ештеңе түсінбедім. Сары түс: жартылай түсіндім. Жасыл түс: түсіндім. Бәрі түсінікті болды. Ал енді өзіміздің бағамызды білейік. Үй жұмысы. 4-ші тапсырма, 120-шы бет. Үлгіге қара. Мына балаларға қазақша ат қой. Олар Хан Шатыр туралы бір сөйлемнен айтсын. Олардың сөзін дәптеріңе жаз. Сау болыңдар, балалар.